Есіңде болсын, біреуге тас лақтырғаныңда ол оған тимеуі мүмкін, бірақ сенің қолыңда сен ұстаған тасыңның кірі сөзсіз қалады. Біреуге бір жапырақ нан берсең, ол сені өмір бақи ұмытпайды, ал екінші біреулер үшін өміріңді қисаң да қадіріңе жетпейді. Наданның берген шәрбатын ішкеннен, дананың берген уын ішкен артық. Бақытты ғұмыр кешкің келсе, мына екі өсиетті есіңде сақта. Бірі не болса соны жегенше аш жүргенің артық, ал екіншісі кім болса сонымен өмір сүргеннен гөрі жалғыз болғаның артық. Біліңіз, сіз жайлы жаман ойға баратындар сізден төмендер ғана, ал сізден жоғары адамдардың сіз жайлы ойлауға уақыты да жоқ. Бірде үлкендер кішкентай баладан кешірім деген не деп сұрапты, сонда бала тамаша жауап айтыпты: гүлді қанша мыжысаң да одан ғажап иістің шығуы депті. Сүйген адамның қателері де өзіңе сүйкімді көрінеді, ал сүймеген жанның жақсы мінезі де, істеген жақсылықтары да сүйкімсіз түйіледі. Көзбен сөйлей де күле де алуыңыз мүмкін, бірақ ешқашан өтірік айта алмайсыз, өйткені адамның көзі оның айнасы. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі. Бұрыннан білсең де қайта айтайын, сен дұшпаныңның да, досыңның да алдында айтпаған сөздеріңнің қожайыны, ал айтылған сөзіңнің құлысың. Нағыз дос саған өзің жайлы бар кемшілігіңді айтып, өзгелерге сені ең жақсы адам деп мақтай жүретін жан. Әдемі сөйлегенге сенбе, себебі оның сөздерінде үнемі жалған болуы мүмкін. Жай ғана үнсіз жақсылық істегендерге сен. Әйелі бар еркекті жолдан тайдыра аласыз, көңілдесі бар еркекті жолдан тайдыра аласыз, бірақ сүйген әйелі бар еркекті жолдан тайдыру мүмкін емес. Ең бастысы өз жаныңды ретке келтіру. Кінәламаймыз, ақталмаймыз және арызданбаймыз. Кеткенді ұстамаңыз, келген нәрсені қабыл алыңыз, сонда бақыт сізді өзі іздеп табады. Адамның көңілі қаншалықты төмен болса, ол соншалықты мұрнын аспанға шүйіреді. Сіз қанша дана болсаңыз да, ертеңгі күніңізді болжай алмайсыз. Солай екен, бүгінгі күнді босқа өткізбей, өмірдің қадіріне жетіңіз. Адамның тілі кішкентай болғанмен, ол көптеген тағдырларды сындыра алады. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлағанда, күлімде, адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Ашуланғанда жанжал шығарып, дөрекілік танытқан адам қауіпті емес. Ашуланғанда үнсіз қалып, бәрін сырттай бақылап тұрған адам қауіпті. Сен айттың, мен сендім. Сен тағы қайталап айттың, мен күдіктендім. Бірге өмір сүруге болатын әйелді емес, онсыз өмір сүре алмайтын әйелді таңда.
Саған уақыты жоқтарға сен де уақытыңды жоғалтпа.